Соңғы кездері мына діни кітап, діни оқулықтарды оқып, мысалға өздеріңізде ақпарат көздерінен көресіздер ғой. Бір кісілер сотталып, болмаса үйін тінту барысында күмәнді діни кітаптар табылды деп жазаға кесіліп жатады. Міне осы біздің балдарымыз ертең ұрынып қалатын нәрсе емес пе? Сондықтан ата-аналар, әсіресе мына үлкен ағалар, апалар, мына діни кітап алуда, діни ақпарат алуда, діни оқулықтарды сатып алу барысында құзыретті органдар рұқсат еткен арнайы дүкендерде ғана сараптамадан толық өткен діни кітаптарды алуға кеңес береміз. Олай болмаған жағдайда қазір интернет желісі арқылы Озон, OLX, Вайберс сияқты интернет дүкендері арқылы көп адам ақпаратты тексермей, ол жерден сараптамадан өткен ба, өтпеген ба, ол қарамай кітап сату қазір жүріп жатыр. Міне балдарыңыз осы нәрсеге ұрынып қалмасын. Біріншіден, екіншіден, сіздің қолыңыздағы кітапты алып, ол күмәнді кітап болып шығып, қолыңызда діни бір ағымның болмаса сектаның немесе шетелдік бір ағымдардың кітабы қолыңызда табылып қалып, сіз айыппұл төлеп, болмаса сондай күмәнді адамдардың қатарынан табылып қалып жүрмеңіз. Сондықтан діни кітапты оқуда, діни кітапты сатып алуда, оның сараптамадан өткен өтпегеніне немесе сол белгіленген жерде сатылып тұрма, осыған мән беріңіздер. Ал сізге интернет дүкендер ондай ақпаратты бермейді. Сіздің балаңыздың тағдыры интернет дүкендерінің уайымы емес. Сондықтан өзіңіз уайымдаңыз, соның жаза басып қалмауына қам жеңіз. Діни ақпарат алғыңыз келсе, құзыретті органдар рұқсат еткен діни кітаптар сататын дүкендерден алғаныңыз дұрыс.